Ағылшын тілінде present simple жай осы шақта болымды және болымсыз сөйлем жасауды үйрендік, ал бүгін сұраулы сөйлем жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге do, does көмекші етістіктері қажет болады. I, we, you, they есімдіктерінің алдына do қойылса, he, she, it есімдіктерінің алдына does қойылады. Ол есімдіктерден кейін етістік қолданамыз. Етістікке ешқандай жалғау жалғамай, дәл сол күйінде қолданамыз. Мысалы, do you like tea? Сен шайды ұнатасың ба? Like етістік. Yes, I do, немесе no, I don't деп жауап береміз. Сұрақ do мен басталғандықтан do мен жауап береміз. Do the buses arrive on time? Автобустар уақытында келеді ма? Arrive етістік. The buses нелер олар? Ал олар ағылшынша they болады, they мен do қолданылады. Жауап берген кезде yes, they do, немесе no, they don't деп жауап береміз. Міндетті түрде есімдікті қолданамыз. Yes, they do. Yes, the buses do деп айтылмайды. Does Әйгерім study English every day? Әйгерім ағылшынды күнде оқиды ма? Study етістік. Әйгерім ол she, ал she мен does қолданылады. Yes, she does, немесе no, she doesn't деп жауап береміз. Сұрақ does бен басталғандықтан does бен жауап береміз. Ал егер арнайы сұрақ қойғымыз келсе, онда WH сұраулы сөздерін do, does'дың алдына қоямыз. When does the shop open? Дүкен қашан ашылады? Open етістік. Арнайы сұраққа я немесе жоқ деп жауап бере алмаймыз, нақты жауап береміз. It opens at 9 o'clock. Ол 9-да ашылады. The shop it болғандықтан does қолдандық, ал жауап берген кезде етістікке s жалғаймыз. Себебі he, she, it етістіктеріне s жалғанады. Ал сұрақ қойған кезде етістікке ешқандай жалғау жалғамаймыз.